Қазақстанның қызыл кітабына енген құстар. Сары құтан, желтая цапля. Сары құтан өзінің таралу аймағында саны кеміп бара жатқан сирек кездесетін түрі. Қазақстанда Еділдің Атырауы мен Жайықтың төменгі ағысында ұялайды. Бұрын аздап Сырдарияның сағасында мекендейтін. Өзендер мен көлдердегі қамысты қапаларды мекендейді. Санының кемуіне әсер ететін факторлар: су жүйесінің өзгеруі, аңшылық, ұяны жыртқыш құстардың бұзуы, мекеннің адамдардың мазалауы. Сары құтанның бір ерекшелігі: егер ұясында адамдар келгенін көрсе, ұясын тастап басқа жерге ұшып кетеді. Ұсақ балықтармен, ұлулармен және ұсақ кемірушілермен қоректенеді. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Дала қыраны, снежный орел. Дала қыраны, қыран-қара, сұңқар тәрізділер отрядының қырғилар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Дене тұрқы 60-85 см, қанатының ұзындығы 51-65 см, салмағы 2,7-4,8 кг. Қыран-қара ұясын жерге, шын қызға, сирек те болса ағаш басына салады. 1-3 сұр қарадақты жұмыртқа салып, 40-45 күнде балапан шығарады. Балапаны баяу жетіледі, 60 күнде. Оны етпен қоректендіреді. Қыран-қараның негізгі қорегі кемірушілер, саршұнақ, қоян, кейде құс балапаны, бауырымен жорғалаушылар. Қыран-қара зиянды кемірушілерді жеп, өлекселерді жойып пайда келтіреді. Қазақстанның Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстарында, Мұғалжарда, Шу, Іле тауында кездеседі. Саятшылар қыран-қараны баптап аңға салады. Қыран-қара саны азаюына байланысты қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Сұңқылдақ аққу, лебедь кликун. Сұңқылдақ аққу Қазақстанда кең тараған болатын. Қазір республиканың солтүстік, орталық және оңтүстік шығыс аудандарының 5-6 жерінде көлемді ұяларын жасыруға болатын қалың қамыс қоғалы ірі өзендерді мекендейді. Кіші аққудан ірірек келеді. Ұзындығы 140-160 см. Салмағы 8-15 кг болады. Каспий маңында қыстауға қалған бұл аққудың саны едәуір кеміді. Оның себебі ұяларға қолайлы орынды жиі ауыстыруға мәжбүр болуы. Саны кеміп бара жатқан түр. Бұйра бірқазан, кудрявый пеликан. Бұйра бірқазан аз санды, шектеулі жерлерге ұя салады. Еуразияның оңтүстік бөлігіндегі суларды мекендейді. Қазақстанда ұялары Батыс Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Шымкент облыстарының, Балқаш, Алакөл және Зайсан ойпаттарының өзен көлдерінде сақталған. Санының азаюына негізгі себептер: заңсыз аулаушылық, өрт, ұя басу кезінде мазалау. Бірқазандар өте ірі, тұмсықтары екі жағынан қысыңқы, төменгі жағында орналасқан тері қалтасы болады. Тұмсығының ұшы ілмек тәрізді. Аяқтары және құйрығы қысқа, жалпақ келеді. Бірқазандардың бізде екі түрі кездеседі: ақ және қызғылт. Бізде бірқазандар қара, Каспий, Арал теңіздерінің және Кавказ, Орта Азияның ірі өзендері мен көлдерінің жағалауларында кездеседі. Бірқазандар жақсы жүзгенімен суға сүңги алмайды. Бірқазандар кейде балық аулау кезінде судың жиегінен алысырақ барып жиекке қарай қатарласып тұрып, бір мезгілде судың бетін қанаттарымен сабалап, дауыстап балықтарды жағаға қарай үркітіп айдайды. Сөйтіп жағада қайырылып қалған балықтар бірқазандардың көрегі болады.